Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақты бастамас бұрын заттың қимылын білдіретін сөздер дегеніміз не екенмен танысып алайық. Заттың қимылын білдіретін сөздерге не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Мысалы, ұшты, не істеді? Ұшты, жүргізді, барды, оқыды. Яғни осы сөздердің барлығына не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарды қою арқылы заттың қимылын білдіретін сөздерді анықтайды екенбіз. Балалар, осы ережені мұқият, міндетті түрде жаттап аламыз. Олай болса, бүгінгі жаңа сабағымыз 75-ші сабақ заттың қимылын білдіретін сөздер тақырыбындағы жаттығуларды орындаймыз. Бірінші жаттығу: мәтінді түсініп оқы, мазмұнын айт. Ағаштар. Ағаштардың ауа тазартудан басқа да пайдасы өте көп. Олар көптеген құстар мен жәндіктерге қорек береді. Аң құстарды ыстық күннен, қатты желден, жауыннан қорғайды. Балалар, осы жердегі қорғайды сөзі не істейді? Жауыннан қорғайды деп тұр. Яғни заттың қимылын білдіретін сөз. Олардың түбінде саңырау құлақтар өседі. Кейбір ағаштар суықтан қорықпайды. Қысы жазы жасыл қалпында сақталады. Қалай сақталады? Қысы жазы жасыл қалпында. Бұл жерде сақталады сөзі не істеді? Сақталады. Яғни заттың қимылын білдіретін сөз. Сондай-ақ ағаштың бірі шырша. Ағаштардың көп өскен жерін орманды алқап дейді. Олар жер бетінің көп бөлігін алып жатыр. Хрестоматиядан алынған мәтін. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойып үйреніңдер. Балалар, мәтінде байланысты бір-бірімізге сұрақ қояйықшы. Ағаштар қалай сақталады екен? Дұрыс, қысы жазы жасыл қалпында сақталады екен. Бұл жердегі сөз заттың қимылын білдіретін сөз екенін ұмытпаймыз. Олай болса, екінші жаттығуға назар аударайық. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Қайың тез өседі. Одан үй жиһаздарын жасайды. Қабығынан дәрі дайындайды. Заттың қимылын білдіретін сөздерге сұрақ қой, олардың байланысын тап. Қайың тез өседі. Қайың қалай өседі? Тез өседі. Одан үй жиһаздарын жасайды. Не істейді? Жиһаздар жасайды. Қабығынан дәрі дайындайды. Қабығынан не дайындайды? Дәрі. Не істеді? Дайындайды. Үшінші жаттығу: көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып оқы. Шыққан сөздер туралы білетініңді айт. Шырша, қарағай, емен, қайың. Яғни мұнда тұрған сөздер, әріптерді осы сөздердің арасына қойып оқимыз. Балалар, бұл ағаштар көп жылдық ағаштар болып саналады. Біз шыршаны жаңа жылда үйде есік алда әсемдеп өсіреміз. Қайың ол өте ұзын болып өсетін ағаштардың бірі. Яғни көп жылдық ағаштар болып саналады. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.